Қазір бір топ қауым пайда болды. Аузына келгенін оттап, дінді ертегі қылып көрсеткісі келеді. Намаз оқығандар уақытын босқа кетіріп жүр дейді олар. Құран арабтың ертегісі дейді. Алла жоқ дейді. Енді айтайын ба? Осылардың сөзіне қарасаң өздерін ақылды санайды. Бірақ шыны керек, ертегінің ең нағыз тұтқыны, ең ақымағы солардың өзі. Адамның ең үлкен ақымақтығы білмегенін жоққа шығару. Сен Алланың жоғын дәлелдей алмайсың. Ғылым да жоққа шығара алмайды. Сонда қалай? Дәлелсіз сенбей аузыңа келгенді айту бұл ақылдың белгісі ме? Жоқ, бұл нағыз ақымақтықтың өзі. Дінсіздер біз ғылымға сенеміз дейді. Ғылым бәріне жауап берді дейді. Бірақ ғылым деген не өзі? Ғылым әр 10 жыл сайын өзгеріп отырады. Кеше шылым зиянсыз деді, бүгін адамды өлтіреді дейді. Кеше алкоголь дәрі деді, бүгін у дейді. Кеше адам маймылдан шыққан дейді. Ал қазір сол теорияның өзі жоққа шығарылды. Ғылымның өзі әлі балаша қадам басып жүр, ал Құран 1400 жылдан бері бір әріпі де өзгермей тұр. Ал айтшы, ғылым миды толық түсінді ме? Жоқ, ми ең үлкен жұмбақ. Ғылым ғаламды толық зерттеді ме? Жоқ. Бір планетаға барып, онда өмір бар жоғын біле алмай жүр. Ғылым өлімнен кейін не болатынын түсіндірді ме? Жоқ. Ал сен сол ғылымды шексіз ақиқат қылып, Құранды жоққа шығарып отырсың. Бұл ақымақтық емес пе? Тағы біреулер айтады. Дін адамды шектейді, еркіндігіңді тартып алады дейді. Жоқ, дін сені құлдықтан азат етеді. Ал сен еркінмін дейсің бе? Жоқ, сен нәпсінің құлысың. Сен арақты тастай аласың ба? Сен темекіні қоя аласың ба? Сен зинадан бас тарта аласың ба? Сен порнографиядан алыстай аласың ба? Ал дінге сенген адам осының бәрінен бас тартады. Сонда кім құл? Намаз оқып жүрген мұсылман ба, әлде нәпсісіне байланған сен бе? Еркіндік деп жүргендер көбіне араққа, есірткіге, нәпсіге байланғандар. Бұл еркіндік емес, бұл құлдықтың ең жаманы. Тағы бір ақымақтық бар. Дінсіздердің көбі Құранды ашып көрмеген, бірақ Құран ертегі деп соғады. Бұл не деген ақымақтық? Сен телефонды қолыңа ұстамай тұрып, оның істейтін істемейтінін қаяқтан білесің? Алланың кітабын оқымай жатып, оны жоққа шығару ақымақтықтың шыңы. Құранды сынағың келсе, алдымен оқы, түсін, сосын сөйле. Әйтпесе сенің сөзің бос далбаса. Құран не дейді? Лұқман сүресінің 10 аятында, олар аспанды көрмей ме? Біз оны ешбір тіреушісіз көтердік дейді. Аспан еш тіреусіз тұр дегенді ғылым тек жақында түсінді. Нәбә сүресінің 7 аятында біз тауларды жерге қазық қылдық дейді. Таулардың жер қыртысын ұстап тұрғанын геология тек соңғы ғасырда білді. Инсан сүресінің 2 аятында біз адамды ұрықтың бір тамшысынан жараттық дейді. Эмбриология ғылымы дамымай тұрған заманда айтылған ақиқат бұл. Міне, ғылым бүгін жаңа ашып жатқан нәрсені Құран баяғыда айтып қойған. Сонда кім ертек айтып жүр? Құран ба? Әлде Құранды мойындамай жүрген сен бе? Дінді жоққа шығарып, Алланы мазақ етіп отырғандар шын мәнінде қорқақтар. Неге? Өйткені шындықты біледі, бірақ мойындағысы келмейді. Неге мойындамайды? Өйткені мойындаса өмірін өзгерту керек болады. Намаз оқу керек, харамнан тыйылу керек, ал нәпсісі оған жол бермейді. Сондықтан олар дінді мазақ етіп, өзін жұбатқысы келеді. Бірақ сен ертең бәрібір топыраққа кіресің. Сонда сенің бетіңе ертегі деп жүрген сөздерің емес, амалдарың шығады. Алланы мойындамағаныңмен өлімнен қашып құтыла алмайсың. Топыраққа кіргенде жаның шыққанда сен түсінесің. Бірақ ол кезде кеш болады. Ислам бізге ұнау үшін емес, ол ақиқат болған үшін бар. Құранға сен сенсең де, сенбесең де ол ақиқат. Алланы сен мойындасаң да, мойындамасаң да, ол бар. Біз тек дін арқылы емес, өз ата-бабамыздың сөздері арқылы да діннің шындық екенін көреміз. Қазақ ешқашан дінсіз болмаған. Қазақтың әр мақалында Аллаға деген сенім, Құранға деген құрмет бар. Алласыз іс бітпес деген бұл қазақтың сөзі. Құдайдан қорықпағаннан қорық деген бұл да қазақтың сөзі. Жан қиналмай тәңіресінмес дейді, яғни қиындық көрмеген адам Алланың құдіретін түсінбейді. Алла дескеннің алқымы берік дейді. Қарашы, бабаларымыздың әрбір сөзі исламмен астасып жатыр. Қазақ ешқашан атеист болған емес. Қазақтың әжесі таңнан тұрып бата берді. Атасы намазын қаза қылмады. Ал енді бүгін біреулер дінсіз болу керек деп айқайлап жүр. Бұл қазақ болудан, тамырдан ажырау деген сөз. Ата-бабамыз соғыста жүрсе де Алланы ұмытпаған. Бабаларымыз атқа қонғанда бисмилля деп шыққан.
Абылай хан жорыққа аттанғанда әуелі Құран оқытқан. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Наурызбай бәрі де Алла деп атқа мінген. Енді сен өзіңді ақылды санап дінсіз болайық дейсің бе? Сонда сен ата-бабаңнан да ақылдысың ба не? Ата-бабаң білмегенді сен білесің бе? Жоқ, сен тек интернеттің бос шуына алданып отырсың. Бабаларымыз нәпсіңді тыйсаң ерсің, тыймасаң қосың деген. Бүгінгі дінсіздердің проблемасы нәпсісіне ие бола алмауы. Арақтан бас тартса өмір қызықсыз көрінеді. Зинадан бас тартса өзін еркін емес санайды. Харамнан тыйылса өзін бақытсыз санайды. Ал ата-бабаларымыздың нағыз бақыт түсінігі басқа еді. Береке бірлікте, ырыс иманда. Ырыс алды ынтымақ. Құдайсыз қурайды сынбайды. Яғни қазақ үшін алласыз өмір жоқ. Қазақтың тілі де, дәстүрі де, салты да исламмен біте қайнасқан. Енді ойланып көр. Егер сен дінді жоққа шығарсаң, сен Құранға ғана қарсы шықпайсың, сен өз ата-бабаңға қарсы шығып отырсың. Өз бабаңды ақымақ санап отырсың. Өз тарихыңды жоққа шығарып отырсың. Ал бабаларымыздың бәрі Алла деп өтті. Сен кімсің сонда? Бабалардан да ақылдысың ба? Бабалардан да артықсың ба? Жоқ, сен тек нәпсінің құлысың. Бірақ күнді қызыққа алданып, мәңгілік ақиқатты жоққа шығарып отырсың. Ал шындық мынау: Құран ақиқат, ислам ақиқат, Алла бар. Ата-бабамыз айтқандай, Құдайды ұмытқанның құты қашады, Алланы еске алғанның бағы жанады.